Сен білесің бе? Сен туған жылы алтын доп жеңіп алған футболшы. Сенің жасырын кумирің болуы мүмкін. Тексеріп көрейік. Егер сен 2005 жылы туылған болсаң, сенің кумирің Роналдиньо. Егер сен 2006 жылы туылсаң, сенің кумирің Фабио Каннаваро. Егер сен 2007 жылы туылсаң, сенің кумирің Кака. Егер сен 2008 жылы туылсаң, сенің кумирің Криштиану Роналду. Егер сен 2009 жылы туылсаң, сенің кумирің Лионель Месси. Егер сен 2010 жылы туылсаң, сенің кумирің қайтадан Месси. Егер сен 2011 жылы туылсаң, сенің кумирің Месси, қатарынан үшінші рет. Егер сен 2012 жылы туылсаң, сенің кумирің тағы да Месси. Егер сен 2013 жылы туылсаң, сенің кумирің Криштиану Роналду. Егер сен 2014 жылы туылсаң, сенің кумирің қайтадан Роналду. Егер сен 2015 жылы туылсаң, сенің кумирің Лионель Месси. Егер сен 2016 жылы туылсаң, сенің кумирің Криштиану Роналду. Егер сен 2017 жылы туылсаң, сенің кумирің тағы да Роналду. Егер сен 2018 жылы туылсаң, сенің кумирің Лука Модрич. Сенің туған жылың осы тізімде бар ма? Комментарийге жазып кет. Кумирің сәйкес келді ме, жоқ па? Егер сәйкес келсе, лайк бас, және досыңмен бөліс.